Алматы қаласы. 90-шы жылдары жедел қызметкерлер апта сайын дерлік мәйіттерге барды. Сондықтан тағы да бір осындай қоңырау оларды таң қалдырмады. Университеттік маньяктың алғашқы құрбаны жас қыз болды. Оны балалар Казгудың балалар алаңында ойнап жүріп көріп қалады. Ересектер олардың айқайына жүгіріп келіп полиция шақырды. Жарты сағаттан кейін келген тәртіп сақшылары қайтыс болған қыз 20-25 жас аралығында. Оның көздері ашық, киімдері жыртылған, мойны құлақтан құлаққа дейін бауыздалған. Мәйіт қармен көмілген, жақын жерде заттары жоқ. Бірден болған оқиғаның нұсқасы пайда болды. Жәбірленуші өлтіріліп, өлместен бұрын зорланған. Мәйіт жерленбегендіктен біреу қылмыскерді қорқытты. Қайтыс болған қыз университет жатақханасында тұратын Әлия есімді бойжеткен. Казгудың тарих факультетінің 3-ші курс студенті. Биологиялық зерттеумен күдікті қылмыскердің қан тобы анықталды. 3-ші топ. Дәл осы қан тобының нәтижесі тергеуді шатастырады және де маньяк полициядан құтылып тағы да бір қатыгездік жасауға мүмкіндік береді. Әлия 3 күн бұрын жоғалып кетті. Ол Талғат есімді жігітпен дос болатын. Кешке Әлия онымен кездесуге барды және қайтып оралмады, деді оның бөлмелес құрбысы. Жәбірленушінің жігіті басты күдікті болды. Тергеушілер жауап алу кезінде оның жүрегі ауырып, жылап, Әлияны өлтірмедім деп айқайлады. Біз кездесіп жүрдік. Дәлірек айтсақ, 1 жылға жуық кездестік. Әлия университетті бітіргеннен кейін үйленбекші болдық, деді ол толқып тұрған дауыспен дірілдеп. Я, біз сол күні кездестік. Кездесуден кейін мен Әлияны аялдамаға апарып үйге қайттым. Одан кейін оны көрмедім. Маған сеніңіз, мен Әлияны өлтірген жоқпын. Мен оны жақсы көрдім. Тергеуші оған сенді. Жігіт өте шынайы көрінді. Оның шындықта айтқанын сараптама растады. Кісі өлтіруші мен Талғаттың қан топтары сәйкес келмеді. Жігіт босатылды. Сараптама нәтижелері бойынша осыған ұқсас қылмыстар үшін бұрын сотталғандар тергеле бастады. Бұл жұмыс нәтиже бермеді. 1 айдан кейін Казгудағы жаңалық дүр сілкіндірді. 1-ші курс студенті Мадина із-түссіз жоғалып кетті. Студент өзінің қалалық достарына қонаққа барғаны белгілі болды. Олардан қараңғы болғанда шықты. Оны енді ешкім көрген жоқ. Бүкіл Казгуград пен оның айналасы қаралды. Қыз табылмады. Тергеушілер университет аумағында маньяк жұмыс істейді деген қорытындыға келді. Студенттерге қауіп туралы ескертудің қажеті жоқ еді. Себебі ол туралы қауесет бүкіл Казгуға тарады және жатақхана тұрғындары кешке көшеге шығудан қорқып қалды. Казгуград маньягын ұстау үшін қаланың ішкі істер бөлімі мен Қазақстанның ішкі істер министрінің ең тәжірибелі тергеушілер мен жедел тергеу тобы құрылды. Детективтердің жұмысы орасан зор болды. Мыңдаған студенттер, бірнеше жүз оқытушылар. Ал Казгу аумағы соншалықты үлкен, онда адасып кетуге болады. Сонымен қатар оқу ғимараттары, жатақханалар, скверлер, артқы көшелер қылмыскерді мүмкіндігінше тез есептеп ұстап алу керек болды. Өйткені ол дәмге еніп қайтадан қыздарды аулауға шығады. Бұл қауіпті қылмыскер студенттер қатарынан болуы мүмкін. Бұрынғы немесе қазіргі студенттер, оқытушылар құрамы, техникалық қызметкерлер, университетке жақын аудандардың тұрғындары, жақын маңдағы үйсіздер. Олардың барлығы дерлік тексерілді. Тергеушілер 7000-ға жуық медициналық картаны қарап, зерттеуге бірнеше мың адамнан қан алды. Бірақ 3-ші қан тобы барлық адамдарда алиби болды. Немесе олар қылмыскер рөліне сәйкес келмеді. Тергеу бір орында тұрған сияқты. Кенеттен жаңа хабар. Студенттердің бірі Әлияны өлтіруден 1 ай бұрын сол жерде оған пышақпен белгісіз адам шабуыл жасағанын айтты. Қыздың мойнына өткір пышақ қойып зорлаған және қорқытты. Егер полицияға барсаң, бауыздап тастаймын. Қыз полицияға хабарлаған жоқ. Тұрмысқа шығуға дайындалып жүрген болатын. Және бұл жағдай тарап кететін болса, атына кір келіп, өмір бойы тұрмысқа шыға алмай қаламын деп қорықты. Жәбірленуші зорлаушының келбеті мен белгілерін жаттай алмады. Қараңғы болды, мен қатты қорықтым, деді. Жалғыз нәрсе, маньяк 20-30 жас аралығындағы еуропалық келбетті, ұзын бойлы жігіт екені есте қалған. Полиция бір қулыққа барды. Маньяктарды ұстаудың өте қауіпті, бірақ тиімді әдісі. Бұл операцияға 5 әйел милиционер қатысты. Тәжірибелі және өте байсалды қызметкерлер жеңіл, тартымды студенттерге айналды. Олар қысқа юбкалар, терең мойын блузкалар, биік өкшелер киіп және ашық түске боянды. Бұл формада олар кештен бастап университет қалашығында түнге дейін серуендеді. Әртүрлі студенттер көңіл бөлді. Танысқысы келетіндер көп болды. Бірақ олардың арасында маньяк болған жоқ.
Осы уақытта қалада құрылыс орнынан әйелдің мәйіті табылды. Қылмыс болған жерде жиналғандардың арасында полицейлер бір ерекше қызығушылық танытқан адамды байқады. Ол 1 сағаттан астам тұрды. Жедел қызметкерлердің әрекеттерін байқап, бәрін қарап айтарлықтай қобалжыды. Бір түрлі бақылаушыны жеке басын анықтау үшін уақытша ұстады. Ол бұрын зорлағаны үшін сотталған және еш жерде жұмыс істемейтін Сергей Манжиков болып шықты. Одан анализге қан алды. Бірақ Манжиковтың қан тобы мен қылмыскердің қаны сәйкес келмеді. Ұсталған адам босатылды. Бірнеше күннен кейін Манжиков полицияға келіп, оның үйінің подъездінде мәйіттің иісі бар екенін айтты. Опергруппа бірден оның мекенжайына кетті. Кіреберісте ешқандай иіс болған жоқ, мысықтардың иісі болмаса. Үйдің шатыры мен подвалы тексерілді. Таза. Жедел қызметкерлер өздерінің көмекшісіне психиатрдың көмегі қажет деп үйіне баруға кеңес берді. Бірақ тәжірибелі оперларда ол күдік тудырды. Бұл адам тексерілді. Оның қан тобы басқа, демек ол емес деп өздерін сендірді. Көп ұзамай маньяк тағы да аң аулауға шықты. Казгу маңындағы арық құбырларынан қыздың мәйіті табылды. Дәл баяғыша қолтаңба, зорлау, бауыздалған, жыртылған киім, сөмкенің болмауы. Қылмыс Манжиковқа барғаннан кейін бірнеше күн өткен соң орын алды. Әрі қарай оқиғалар тез өрбіді. Жігіт пен қыз полицияға зорлау туралы арызбен жүгінді. Бұл Казгу жанындағы Весновка өзенінің жанында болды. Мен дос қызыма кездесуге келе жатқан кезімде оған бір ер адамның ұмтылғанын көрдім. Мен оны тарта бастадым, ал ол болса мені ұра бастады. Содан кейін ол пышақ алып менің қолымды кесіп жіберді. Өтіп бара жатқан адамдар келіп қалып, ол қашып кетті, деді жігіт. Жәбірленушілер шабуылдаушының белгілерін сипаттай бастағанда, тергеушілер мұның кім екенін бірден түсінді. Манжиков. Олар оны ұстауға дереу кетті. Ол есікті бірден ашпады. Енді есікті бұзайын деп жатқан кезде ашылды. Манжиков ар жағында тұрып, сәлеметсіз бе? Қандай көмек көрсете аламын? Оның пәтерінен қанға боялған пышақ пен әйелдердің киімі табылды. Оның туыстары мен құрбыларының пәтерінде өлтірілген студенттерге тиесілі алтын зергерлік бұйымдар, киім-кешек және сөмкелер табылды. Қылмыскердің ашуланған туыстары, бұл Сергейдің сыйлықтары деді. Ешқандай күмән болған жоқ. Манжиков полиция іздестіріп жүрген ұстатпайтын маньяк. Ал сараптама ше? Ішкі істер министрінен нұсқау келді. Күдіктінің қанын Ресей зертханасына қайта талдауға жіберу. Онда криминалистикалық сараптама мүмкіндігінше дәл жүргізілді. Жауап алу кезінде Манжиков өзін сенімді және сабырлы ұстады. Қыз бен жігітке ғана шабуыл жасағанын мойындады. Қыздарды зорлаушы мен өлтіруші тек бұзақылық деген айып тағылатынына сенімді болды. Көп ұзамай Ресейден жауап келді. Манжиковтың қан тобы екінші емес, үшінші болып шықты. Республикалық зертхананың сарапшысы қалай қате қорытындылады? Бірінші сараптамада қате шықпағанда қаншама қыздар аман қалатын еді. Тергеушіден сараптама нәтижелерін білгеннен кейін қылмыскер кінәсін мойындай бастады. 3 қызды да мен өлтірдім. Екінші құрбанның денесін үйімнің жанына көміп тастадым. Күдік туғызбау үшін мен полицияға мәйіттің иісі туралы хабарлауды шештім. Әрі қарай ол кісі өлтіру туралы егжей-тегжейлі айтып берді. Сотта Манжиков жылап, мейірімділік сұрады. Өзін ессіз адам ретінде көрсетті. Оны қатты эмоциялары мен айқайлары залды шулатты. Өлтірілген қыздардың туыстары көз жастарын ұстай алмады. Казгудағы маньяк жазаға кесілді және 1993 жылы Алматы тергеу изоляторында атылды.